Айтайын ба, бір сахабаны Меккеден Мадинаға хижрат қылады. Хижрат қылғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әр сахабаны жағдайына қарай ол кісі білушірақ, бір-біріне аға іні қылады ғой. Сонда бір бауыр айтады ғой, бауырым кел дейді, менің екі әйелім бар, сен біреуін ал. Менің екі үйім бар, біреуін ал. Екі бауым бар, біреуін ал. Десе айтады, бауырым дейді, Алла тағала бергеніңді өзіңе қайтарып, мың есе қылып қайтарып береке берсін дейді. Маған базар қайда екенін көрсетші болды дейді. Көрдіңіз ба? Ол $1 миллион жоқ оның, бірақ $1 миллион табатын білімі бар да оның. Бір жылдан кейін сол жігіт келді дейді, қайттан досына дейді, әтір сасып дейді, досым мен үйленіп келдім деп. Міне, біздің 2 метр тепсе темір үзетін жігіттер, қазақтың жігіттері жатыр, жұмыс жоқ деп. Жұмыс жоқ дейді. Жұмыс көп іздегенге. Басым жоқ десеңші, соны іздейтін.